Жарық қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Әй, не болды мына жоқтықты қоймады, мынау тек жымырды тұра. Мына екеуміз сабақ оқып отырмыз. Қыдырып келіп, анау капуттан ұстап ана екеуі сабақта болды. Сабақ жәні шығарып. Сабақ оқып отырмыз. Мына күнделікті айтайын деймін. Мына күнделікті. Ей, күнделікті нағып толтырмайсыздар деп ұрсады бізге ше. Толтырғанда мына жерге мынаны жазу керек сабақта. Сабақ кестесін. Мына жаққа қанша қай ай екен жазу керек. А мына жаққа сабақтан не бергендігі, үй жұмысын тапсырмасын жазуға болмайды. Сондайды көрдіңіздер ме? Баға қойылмайды. Үй жұмысын жазбаймыз. Әшейін сабақ кестесін жазсын, яққа даталарды жазасын. Бұл не болды сонда? Не кімді? Айтқаның ауыз жаман, жылағаның көз жаман. Мінекей, сіз сабақ кестесін жазуға жазасың сабақ кестесін. Үйге не бергендігін жазуға болмайды. Мына екеуміз сабағымызды әлі орындап отырмыз. Мына музыка пәніне келдік. Музыка пәнінде көңілді музыкант деген мынандай не бар екен, өлең бар екен. Қараңыз бекет. Домбырада мен ойнаймын, дың-дың-дың, дың-дың-дың дейді. Қозылақтар бебелейді, дың-дың-дың, дың-дың дейді. Құдай одан да Заттыбектің өлеңін қоймады ма? Қозылақтар ойнағандай әдемі деген өлең қоймай ма? Одан да соны жазбай ма? Енді ойнаймын қобызда зың-зың-зың, зың-зың-зың, ботақандар бебелейді, зың-зың-зың-зың, зың-зың-зың дейді. Бұлар Шымкенттің қыздары зың-зың-зың, зың-зың-зың, зың-зың деген ана өлеңді баяғыда кітапқа шығарып қойыпты ғой. Баяғыда жазып қойыпты ғой кітапқа. Оны аспаннан ешкім алмапты ғой. Мынау не ән, мынау не ән енді. Бұл әнді тексеретін ешкім жоқ, біреудің іші пісіп отырып жазды ма, Құдай білетін алар ғой. Одан да ана Заттыбектің әндерін қою керек еді ғой мына жерге. Солар артық мынадан.